Бүгін біз бауырсақ дайындаймыз. Біз оған ең бірінші 500 грамм ұн аламыз, 200 мл жылы су, 2 столовая ложка сұйық май, 100 мл сүт, жылы сүт и 1,5 қасық столовая ложка сахар, дрожжи столовая ложкадан пол ложки и чайная ложка соли. Бірінші жылы суымызды құямыз. Оған сұйық май қосамыз. Оған жаңа қабысқан дрожжи, қант, тұзымызды бастырамыз. Енді осыған ұнымызды бастыра береміз. Басында қасықпен бастырамыз, содан кейін елейміз. Жарты сағат қойған бауырсағымыздың тестомыз көтерілді. Тестомызды кішкене қатайтып, сосын қатайтығаннан кейін формасын вырезайттағаннан кейін жарты сағат тұру керек ол. Осылай, енді үйдегі қандай размер бауырсақ несін хотите, осылай вырезайттай бересіздер. Сосын кішкене жарты сағат көтерілгеннен кейін қыздырылған майға пісіріп аласыздар. Тестомызды кесіп қойғаннан кейін көтерілді, енді осыны қыздырып тұрған майға пісіріп аламыз. Қыздырып тұрған майға осылай бауырсағымызды сала береміз. Пісіп жатыр, енді осылай көтеріліп аудара береміз. Астарыңыз дәмді болсын, не бауырсағымыз дайын. Менің арнама тіркеліп, алдын ала қолдап, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.